Ağamdı, ağam sağlandı.
құрметті аға, қалыңыз қалай? Бізде бәрі бір қалыпты. Сізді қатты сағындым. Сұмырай фашистерді жеңіп, ортамызға тез оралыңыз, аға. Қалай аян? Аян қалай аян? Бұған саған әжем беріп берді. Жеп ал. Сенің аяғыңды Асылбек атаға барып тағы да салып беріп шығар. Кеше түнде аяғым қатты ауырып шықты. Өлгім-ақ келді.
соғыстан келгеннен соң мына аяқты шықпастай етіп қалағай апарып салып береді деп едім. Енді міне ағамнан да қара қағаз келді. Анау тұрған күртешені беріп жіберші. Қарашы, Рустанның иісі шығады екен. Аян, сен ертең шынымен де балалар үйіне жіберейін деп жатыр ма? Аян! 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 Бұл соғыс бесіктен бері біз шықпай жатқанда біздің жүрегімізге салған жарасы қанша ме? Сол жараның тыртығы өмір бойы бұлайсызда шаңға батып өтер ау. Не жұмыс? Қазір салған балғын шағымызда тағдыр біздің қабырғамызға бар зілін салды ғой. Сонда да болса, басқаларымыздан гөрі аяңға қатты батып еді. Тағдыр оған дегенде ештеңесін аяп қалған жоқ. Жалғыз әжесімен көшіп келгенде сап-сау дін аман еді. Өздері жетектеп келген бұзауын бір күн үйретем деп оң қой құлады. Содан міне зардабы қосылды. Оның бары да, нары да әжесі еді. Одан да бір айырылып, қара пальтосын басына жастап, Жусанның есіне айналған ағасы сарғая сағынышпен күткен өтеді үзіліп тыңдау. Шіркін-ай! Аянның ағасы соғыстан тезірек келсе екен деп тілеуші ем. Қош болайын. Бірақ тірі болсаң, Жусанды төбеге бір оралмауым мүмкін емес.